Коринфлілерге жазылған 2-ші хат, 1-ші бап. Құдайдың қалеуі менен Масих Исаның елшісі болған мен Павелден һәм туысқанымыз Тимофейден Коринф қаласындағы Құдайдың жәмәтіне һәм бүткіл Ахая өлкесіндегі барлық мұқаддеслерге сәлем. Әкеміз Құдай һәм иеміз Иса Масих сізлерге мейірім һәм тынышлық берсін. Құдайға, яғни иеміз Иса Масихтың әкесіне алғыслар болсын. Ол біздердің рехімлі әкеміз һәм толық жұбаныш беруші Құдай. Құдай біздерге барлық қиыншылықтарымызда жұбаныш береді. Солай етіп, біздер де Құдайдан алған жұбаныш пенен әр қилы қиыншылықтарда болған адамларға жұбаныш бере аламыз. Себебі, Масих шеккен азап ақыретлерді біздер қаншелі көп шексек, Құдай біздерге Масих арқалы соншелі үлкен жұбаныш береді. Біздер көріп атырған қиыншылық сізлердің жұбаныш алуыңыз һәм құтқарылуыңыз үшін болып атыр. Біздердің жұбаныш алуымыз да сізлердің жұбаныш алуыңыз үшін болып атыр. Сізлер өздеріңіз алған осы жұбаныш арқалы біздер шеккен азап ақыретлер менен бірдей болған азап ақыретлерге шыдай аласызлар. Біздердің сізлерге байланыслы болған үмітіміз беккем. Өйткені сізлердің тек азап ақыретлерімізге емес, ал алған жұбанышымызға да шерік екеніңізді білеміз. Туысқанларым, Азия өлкесінде көрген қиыншылықтарымыздан сізлердің хабарсыз қалуыңызды қалемейміз. Біздер шектен тыс ауыр қиыншылық астында болып, тірі қалудан да үмітімізді үзген едік. Ішімізден өзімізді өлімге хүкім етілгендей сездік. Бірақ бұл өздерімізге емес, ал өлілерді тірілтетұғын Құдайға сүйенуіміз үшін болды. Құдай біздерді осындай үлкен өлім қаупінен құтқарды, һәм еледе құтқара береді. Сізлердің дуаларыңыздың жәрдемінде Құдай біздерді еледе құтқара береді деп, біздер оннан үміт етеміз. Көп адамлардың еткен дуаларына Құдай жауап беріп, біздерді құтқарғанлықтан көплер біздер үшін Құдайға шүкірлік білдіреді. Біздер мақтаныш тұтатұғын, һәм пәк хүжданымыз бенен гуалық беретұғын нәрсеміз мынау. Біздер дүнияға, әсіресе сізлерге адамның даналығы менен емес, ал Құдайдың мейірімі менен, Құдайдан келген хадаллық һәм хақ ниет бенен қатынас жасадық. Біздер сіздерге оқып түсіне алатұғын нәрселерді ғана жазып атырмыз. Әзір біздерді толық түсінбесеңіз де, уақыты келгенде толық түсінетұғыныңыздан үміт етемен. Солай етіп, иеміз Иса қайтып келетұғын күні, біздердің мақтанышымыз сізлер болатұғыныңыз сияқлы, сізлердің мақтанышыңыз да біздер боламыз. Осындай сенім менен сізлерді 2 есе қуанышқа бөленсін деп, сізлерге баруды бұрын ниет еткен едім. Македонияға баратырғанымда да, Македониядан қайтып киятырғанымда да, сізлерге баруды ниет еткен едім. Соңынан сізлер мені Яхудияға шығарып саларсыз деп ойлаған едім. Осылай ниет етіп, мен жеңілтеклік қылыппан ба? Мені денесінің қалеуі бойынша кеулінде яқ деп ойлап, аузы менен ауа дейтұғын адам деп есаплайсызлар ма? Мен Құдайдың садықлығы хақы ант ішемен. Біздер 2 жүзлі адамлар емеспіз. Біздер сіздерге сөйлегенімізде яқ деп ойлап, ауа деп айтпадық. Біздер тәрепімізден, яғни мен тәрепімнен, Сила һәм Тимофей тәрепінен сізлерге жарияланған Құдайдың ұлы Иса Масих һәм ауа һәм яқ емес. Онда тек ауа ғана бар. Құдайдың барлық уәделері Масих арқалы ауа болып толық орынланады. Сондықтан Құдайдың даңққа бөленуі үшін Масих арқалы Құдайға аумин дейміз. Біздер менен сізлердің Масих пенен болған байланысымызды беккем қылған һәм біздерді қызметке тайынлаған Құдайдың өзі болады. Ол біздерді мөрлеп тамға басты, һәм бұның дәлелі іспатында мұқаддес рухты жүрегімізге жайластырды.
Менің жүрегімде не бар екенін білетұғын Құдайдың өзі куә. Сізлерді аяғаным себеплі, осы уақытқа дейін Коринфке бармаған едім. Біздер сізлердің сеніміңіздің үстінен билік орнатқымыз келмейді. Керісінше, сізлердің қуануыңыз үшін, біздер сіздерменен бірлікте минет етіп атырмыз. Себебі сізлер сенімде бек кем тұрсызлар. Коринфлілерге жазылған 2-ші хат, 2-ші бап. Солай етіп, сізлерді және қапа қылмайын деп, сізлерге бармауға кеулімде қарар еттім. Өйткені егер мен сізлерді және қапа қылсам, онда мені кім қуантады? Өзім қапа қылған сіздерден басқа кім кеулімді көтереді? Әлбетте, ешкім. Сондықтан мен барғанымда, қуантуы керек болған адамлар мені қапа қылмауы үшін сол хатты жазып жіберген едім. Себебі менің қуанышым сіздердің әммеңіздің қуанышыңыз екеніне сенген едім. Мен сол хатты терең қайғырып, жүрегім езіліп, көз жасларымды төгіп отырып жаздым. Бұндағы мақсатым сіздерді қапа қылу емес, ал сіздерге деген шексіз сүйіспеншілігімді білдіру еді. Егер араңызда бір адам басқаларды қапа қылған болса, ол тек мені емес, ал қандай да бір дәрежеде сіздердің әммеңізді қапа қылған болады. Мен бұны асырып айтып атырған жоқпан. Бұл адамға сіздердегі көпшілік тарапынан берілген жаза жетерлі болады. Солай етіп, ол хәдден тыс қайғырмауы үшін оны кешіріп, жұбаныш бергеніңіз мақұлырақ болады. Сондықтан оған деген сүйіспеншілігіңізді дәлелдеуіңізді өтініш етемін. Әрбір істе сөзіме құлақ асатұғыныңызды, ямаса аспайтұғыныңызды сынап білу үшін мен сіздерге сол хатты жазған едім. Сіздер оны кешірсеңіз, оны мен де кешіремін. Егер мен оны кешірген болсам, оны сіздер үшін Масих алдында кешірдім. Солай етіп, шайтанның ауғалдан пайдаланып, пәнт беруіне жол қоймайық. Өйткені біздер оның жауыз жобаларынан хабарсыз емеспіз. Мен Масихтың қош хабарын жариялау үшін Троасқа барғанымда, иеміз маған көп мүмкіншілік берген еді. Дегенменен, туысқанымыз Титусты сол жерде ұшырата алмағаным себеплі, рухым тынышсызланды. Сондықтан сол жердегілерменен қошласып, Македонияға кеттім. Құдайға шүкірлер болсын. Ол біздерді бархұлла, Масихтың жеңісінің салтанатлы жүрісінде жетелеп жүреді. Хәм біздер арқалы, әмме жерде Масих хақында білімді қош иіс сияқлы тарқатады. Себебі біздер құтқарылып атырғанлар арасында да, набыт болып атырғанлар арасында да Масихтың Құдайға бағышлаған қош иісіміз. Біздер қош хабарды жариялаған уақытымызда, набыт болып атырғанлар үшін өлімге апаратығын өлім иісіміз. Ал құтқарылып атырғанлар үшін өмір беретұғын өмір иісіміз. Бұндай қызметке лайықлы ешкім жоқ. Өйткені өз пайдасы үшін Құдайдың сөзін сатып беретұғын көп адамлар бар. Бірақ біздер ондай адамлар емеспіз. Біздер Құдай тарапынан жіберілген һәм Масихқа тиесілі болған адамлар сыпатында қош хабарды Құдай алдында хақ кеуіл менен жариялаймыз. Коринфлілерге жазылған 2-ші хат, 3-ші бап. Біздерді және өздерін мақтап атыр деп ойлайсыз ба? Айырым адамлар сияқлы сіздерге көрсету үшін, ямаса сіздерден алып басқаларға көрсету үшін мінезлемеміз жазылған қатыларға біздер мүтәжбіз бе? Біздердің мінезлеме қатымыз сіздер боласызлар. Бұл қат біздердің жүреклерімізде жазылған болып, оны барлық адамлар біледі, һәм оқиды. Сіздер хақиқаттан да біздердің қызметіміз арқалы жазылған Масихтың қаты екеніңізді анық көрсетесіздер.
Бұл хат сыя менен емес, ал тірі Құдайдың рухы менен жазылды. Һәм ол тасқа емес, ал адамлардың жүреклеріне ойып жазылды. Bizler Masih arqalı Құдай алдында ұсындай сенімге ие болғанымыз себеплі бұларды айтып атырмыз. Bizler қызметімізді ұқыплы болғанымыз себеплі атқарып атырмыз демекші емеспен. Bizlerdегі бар ұқып өзімізден шықпаған, ал Құдайдан берілген. Құдай біздерді жаңа келісімнің қызметшілері қылды. Жаңа келісім жазылған низам тикарында емес, ал мұқаддес рух тикарында пайда болды. Себебі жазылған низам өлімге хүкім етеді, ал мұқаддес рух өмір береді. Тасқа ойып жазылған әріплерден ібарат болған мұқаддес низам ұлылық пенен берілгенліктен, Израил халқы Мусаның жүзінен шыққан өткінші нұрға қарай алмаған еді. Өлімге хүкім ететұғын мұқаддес низамға қызмет ету соншелі ұлы болса, онда өмір беретұғын мұқаддес рухқа қызмет ету оннан анағұрлым көп ұлылыққа ие емес пе? Адамды хүкім еткен мұқаддес низамға қызмет ету ұлы болған болса, ақлану беретұғын жаңа келісімге қызмет ету оннан көре қаншелі ұлырақ болады. Хақиқаттан да жоғары ұлылыққа ие болған жаңа келісім пайда болғанда, бұрын ұлылыққа ие болған мұқаддес низам өз ұлылығын жойтты. Солай етіп, өткінші болған нәрсе ұлы болса, мәңгі қалатұғын нәрсе оннан да ұлырақ. Осындай үмітке ие болғанымыз себеплі, үлкен батырлықпенен сөйлей аламыз. Біздер жүзіндегі өшіп баратырған нұрды Израил халқына көрсетпеу үшін, жүзін перде менен жапқан Муса сияқлы іс тұтпаймыз. Бірақ Израил халқының жүрегі қайсар болғанлықтан, хәтте осы күнге дейін олар ескі келісімді оқығанда, олардың санасы сондай перде менен жабулы тұрғандай болады. Өйткені бұл перде тек Масих арқалы алып тасланады. Хақиқаттан да осы күнге дейін олар Мусаның кітабын оқығанда, жүреклері перде менен жабылғандай болып түсінбейді. Дегенменен адам иемізге жүз бұрғанда, сол перде алып тасланады. Иеміз рух, иеміздің рухы бар жерде азатлық бар. Біздердің әммеміз пердесіз жүзбенен иеміздің ұлылығын көреміз. Сол арқалы оған ұқсау үшін өзгеріп, ұлылық үстіне ұлылыққа ерсіп барамыз. Бұл рух болған иеміздің жәрдемінде іске асады. Коринфлілерге жазылған 2-ші хат, 4-ші бап. Сондықтан біз қызметшілер бұл қызметті Құдайдың мейірім шапааты менен іслеп атырғанымыз себеплі рухымызды түсірмейміз. Біздер жасырын һәм ұят іслерімізді тасладық. Хилекерлік пенен әрекет қылмаймыз. Құдайдың сөзін бұрмаламай, хақиқатты ашық айтуымыз арқалы өзімізді Құдай алдында әрбір адамның хүжданына тапсырамыз. Егер біздер жариялап атырған қош хабар жабық болса, ол набыт болатығынлар үшін жабық болады. Сенбейтұғын бұндай адамлар қош хабардың жақтысын көрмесін деп, бұл дүнияның хәкімі шайтан олардың жүрек көздерін соқыр еткен. Қош хабар Құдайдың қандай екенін көрсеткен Масихтың даңқын білдіреді. Біздер өздеріміз хақында жариялап атырған жоқпыз. Ал Масих Исаны әммеміздің иеміз деп, Иса үшін сізлердің қызметшілеріңіз екенлігіміз хақында жариялап атырмыз. Себебі қараңғылықтан нұр жарқырасын деп бұйырған Құдай Масихтың жүзінде жарқыраған өзінің даңқын білуіміз үшін жүреклерімізді жақты қылды. Біз елшілер осы ғазинені ылай ыдыс сияқлы болған денемізде алып жүрміз. Бұл ұлы құдіреттің біздерден емес, ал Құдайдан екенлігі көрініп тұр. Біздер әр тәріплеме қысқыдамыз, бірақ езілмейміз. Албыраймыз, бірақ үмітсізлікке берілмейміз. Қудаланамыз, бірақ Құдай біздерді таслап кетпейді. Біздерді жығылтады,
Бірақ жоқ болып кетпейміз. İsa'nın өмірі денемізде ашық көрінсін деп, біздер бәрхулла азап шегіп, İsa'nın өліміне шерік боламыз. Өйткені İsa'ның өмірі біздің өлетұғын денемізде ашық көрінсін деп, жасап атырған біздер İsa үшін өлім қаупіне үзліксіз душар болып атырмыз. Солай етіп, біздердің өлім қаупіне душар болып атырғанымыз арқалы, сіздер мәңгілік өмірге ерісіп атырсызлар. Забурда Мен сендім, һәм соның үшін сөйледім деп жазылған. Осындай сенімді пайда еткен мұқаддес рухқа ие болғанымыз себеплі, біздер де сенеміз, һәм сонлықтан сөйлейміз. Себебі, иеміз İsa'ны өлімнен тірілткен Құдайдың, біздерді де İsa менен бірге тірілтетұғынын, һәм сізлер менен бірлікте өзінің алдында тұрғызып қоятұғынын білеміз. Бұлардың һәммесі сізлердің пайдаңыз үшін болып атыр. Солай етіп, біздердің басымыздан кешірген қиыншылықларымыз себеплі, Құдайдың сіздерге деген мейірімі артады. Сол мейірім еле де көп адамларға жетіп баруы арқалы Құдайға көп шүкірліклер айтылады. Һәм ол даңққа бөлінеді. Сондықтан рухымызды түсірмейміз. Біздердің көрінетұғын денеміз тозып баратырған болса да, ішкі дүниямыз күннен күнге жаңаланып атыр. Өйткені әзіргі өткінші һәм арзымас қиыншылықларымыз біздерге хәдден тыс ұлы һәм мәңгілік даңқ алып келеді. Біздер көзге көрінетұғын қиыншылықларға емес, ал көзге көрінбейтұғын ұлылыққа қараймыз. Себебі көзге көрінетұғын нәрселер өткінші, ал көзге көрінбейтұғын нәрселер мәңгі болады. Коринфлілерге жазылған 2-ші хат, 5-ші бап. Біздер ішінде жасап атырған дүниядағы бұл шатырымыз, яғни денеміз қиралғанда, Құдай біздерге адамның қолы менен құрылмаған аспандағы мәңгілік үйімізді, яғни жаңа денені беретұғынын білеміз. Аспандағы үйімізді, яғни жаңа денемізді киім сияқлы киюді қатты күсеп, әзір біздер дүниядағы шатырымызда, яғни денемізде ақ ұрмақтамыз. Оны кисек, біздер жалаңаш қалмаймыз. Біздер дүниядағы шатырымызда, яғни денемізде жасап жүріп, ауыр жүк астында қиналмақтамыз. Негізінде дүниядағы денемізді шешіп таслауды емес, ал оның үстінен аспандағы денемізді киюді қалаймыз. Солай етіп, өлетұғын дене мәңгілік өмір тәрепінен жұтып жіберіледі. Біздерді осы үшін таярлаған һәм бұның гүреуі сыпатында біздерге мұқаддес рухты берген Құдайдың өзі болады. Сондықтан денеде жасап атырған уақытымызда иеміздің аспандағы мәканынан ұзақта екенімізді білсек те, біздер бәрхулла батырлыққа иеміз. Өйткені біздер көзге көрінетұғын нәрселерге емес, ал сенімімізге сүйеніп жасаймыз. Ауа, батырлыққа иеміз, һәм денеден шығып, иеміз бенен бірге жасағанымыз жақсырақ деп ойлаймыз. Бірақ денеде жасасақ та, денеден шығып кетсек те, біздер иеміздің кеулінен шығуға қатты тырысамыз. Себебі денеде жасаған уақытымызда, іслеген жақсы ісіміз ұшында, жаман ісіміз ұшында ылайықлы бақа алу үшін, әр біріміз Масихтың хүкім күрсісінің алдында тұруымыз керек. Солай етіп, біздер иемізден қорқудың не екенін білгеніміз себеплі, адамларды ақылландыруға әрекет етеміз. Біздердің қандай екенлігіміз Құдайға аян. Біздердің қандай екенлігімізді сізлерді жақсы білетұғыныңыздан үміт етемен. Біздер және сізлерге өздерімізді ұсынуға әрекет етіп атырған жоқпыз. Бірақ ішкі дүниясы менен емес, ал сыртқы көрінісі менен мақтанатұғын адамларға ылайықлы жауап беруіңіз үшін сізлерге біздер менен мақтануға мүмкіншілік беріп атырмыз. Егер біздер ақылымыздан азғандай болып көрінсек, онда бұл Құдай үшін. Егер есіміз дұрыс болып көрінсе, онда бұл сізлер үшін.
usulay islewge bizlerdi Masih'tin sүйіспеншілігі мәжбүр етеді. Өйткені bir адам, яғни Масих həmme үшін өлгенліктен, həmme оның өліміне шерік болған болады, деген жұмаққа келдік. Ава, Масих həmme үшін өлді. Солай екен, жасап атырғалар енді өздері үшін емес, ал өздері үшін өлген һәм қайта тірілген Масих үшін жасауы шарт. Сондықтан біздер енді ешкімге дүнияның көз қарасы менен қарамаймыз. Масихқа бұрын ұслай қараған болсақ та, енді олай қарамаймыз. Солай етіп, кімде-кім Масих пенен байланысқа ие болса, ол жаңа жаратылыс. Ескі нәрселер өтіп кетті. Мінекей, енді həmmесі жаңа болды. Бұның həmmесі Құдайдан. Құдай Масих арқалы біздерді өзі менен жарастырды. Һәм адамларды өзі менен жарастыру қызметін біздерге тапсырды. Яғни, Құдай Масих арқалы дүнияны өзі менен жарастырып, адамлардың күналарын есапқа алмады. Һәм осы жарастырушы сөздерді біздерге берді. Солай етіп, біздер Масихтың елшілеріміз. Құдайдың өзі біздер арқалы сіздерге ақыл насият беріп атыр. Масихтың атынан жалбарынамыз. Құдай менен жарасыңлар. Құдай біздердің күналарымызды ешқашан күнә іслемеген Масихқа жүкледі. Масих пенен байланысқа ие болған біздер Құдай алдында осы арқалы ақландық. Коринфлілерге жазылған 2-ші хат, 6-ші бап. Құдай менен бірге минет етіп атырған біздер, өздеріңіз қабыл қылған, оның мейіріміне ітібарсызлық пенен қарамауыңызды сіздерден өтініш етеміз. Себебі Құдай бұлай дейді: Менің мейірімім берілетұғын уақытта сені есіттім. Құтқарылу күнінде саған жәрдем бердім. Мінекей, әзір Құдайдың мейірімі берілетұғын уақыт болды. Мінекей, әзір құтқарылу күні келді. Қызметімізге сөз келмесін деп, ешкімге ешбір нәрседе тосқынлық жасамаймыз. Ал həmme нәрседе Құдайдың қызметкерлері сыпатында іс тұтамыз. Қиыншылық көрсек те, мүтәжлікте һәм ауыр жағдайларда қалсақ та, шексіз сабырлы болдық. Және де таяқ жедік, қамақта отырдық, топалаң ішінде қалдық, ауыр минет еттік, түнлерді ұйқысыз өткіздік, аш қалдық. Солай болса да, біздер пәк болдық, дұрыс түсінік, шыдамлылық, кеңкеуіл, мұқаддес рух һәм хақиқи сүйіспеншілік пенен жасадық. Хақиқат сөзін айтып, Құдайдың құдіретін көрсеттік. Оң һәм шеп қолымызда хақлық құралын ұслап жүрдік. Біздерді hürmet етеді, һәм масқаралайды да. Біздерге сөгіс айтады, һәм мақтайды да. Біздерді өтірікшілер деп есаплайды. Бірақ біздер хақиқатты айтамыз. Біздерді белгісіз адамлар деп санайды. Бірақ біздер һәммеге белгіліміз. Біздерді өлген деп есаплайды. Бірақ міне біздер тіріміз. Жазаланып таяқ жесек те өлмей атырмыз. Біздерді қапа қылады. Бірақ біздер бәрқұлла қуанышлымыз, жарлымыз. Бірақ көп адамларды байытамыз. Еш нәрсеміз болмаса да, һәмме нәрсеге иеміз. Хей, Коринфлілер, біздер сіздерге ашық сөйлеп, жүрегімізді кең аштық. Сіздерде мейірімімізді аямадық. Бірақ сіздер біздерден өз мейіріміңізді аядыңыз. Сіздерге балаларыма сөйлегендей сөйлеп атырман. Біздер сияқлы, сіздер де біздерге жүректеріңізді кең ашыңлар. Сенбейтұғынлар менен бірге бір мойынтырықтың астына кірмеңлер. Өйткені хақлық пенен нызамсызлықтың арасында қандай ұқсаслық бар? Нұр менен қараңғылықтың арасында қандай байланыс бар? Масих пенен шайтанның арасында қандай келісім? Һәм сенетұғын адам менен сенбейтұғын адамның арасында қандай шеріклік болуы мүмкін? Құдайдың ибадатханасы менен
Бұтлар арасында қандай бірлік болуы мүмкін? Ешқандай. Себебі біздер тірі Құдайдың ибадатханасымыз. Құдай былай дейді: Мен олар арасында жасап, олар арасында жүретұғын боламан. Мен олардың Құдайы боламан. Олар менің халқым болады. Сол себептен Құдай иеміз былай дейді: Сен бейтұғын адамлар арасынан шығып, олардан бөлекленіңлер. Харам нәрсеге қол тигізбеңлер. Сонда мен сізлерді қабыл етемен. Және де әмме нәрсеге құдіретлі Құдай иеміз былай дейді: Мен сізлерге әке боламан. Сізлер менің ұл қызларым боласызлар. Коринфлілерге жазылған 2 хат, 7 бап. Солай етіп, сүйіклі туысқанларым, осындай уәделерге ие болғанымыз себеплі, денемізді һәм рухымызды ыпласлайтығын әрбір нәрседен өздерімізді тазалайық. Құдайдан қорқып жасап, мінсіз мұқаддеслікке жетілісіп барайық. Біздерге жүреклеріңізді кең ашыңлар. Біздер ешкімге жаманлық істемедік, ешкімді жолдан азғырмадық, ешкімді алдап, хақысын жемедік. Бұны сізлерді айыплау үшін айтып атырған жоқпан. Өйткені бұрын айтқанымдай, сіздер біздердің жүрегіміздесіз. Сіздер менен бірге өлуге де, жасауға да қайылмыз. Менің сіздерге деген сенімім күшлі, һәм мен сіздер менен көп мақтанаман. Қиыншылықларымыз көп болса да, мен сіздер себеплі шексіз қуаныш алып, жұбанышқа бөлендім. Біздер Македонияға келгенімізден кейін де, денеміз еш тыныш таппай, әр тәреплеме қиыншылық көрдік. Сыртта жәнжел, жүрегімізде қорқыныш бар еді. Бірақ рухы түскен адамларға жұбаныш беруші Құдай, Титустың сіздер беттен қайтып келгені арқалы біздерге жұбаныш берді. Біздер тек оның қайтып келгені арқалы емес, ал сіздердің оған берген жұбанышыңыз арқалы да жұбаныш алдық. Титус біздерге сіздердің мені қаншелі сағынғаныңызды, қылған іс әрекетлеріңіз себеплі өкініп атырғаныңызды, һәм мені жақлауға ұрынып атырғаныңызды айтып бергенде, мен оннан бетер қуанып кеттім. Мен жазған қатым менен сіздерді қапа қылған болсам да, өкінбеймен. Сол қатымның сіздерді аз-маз уақытқа қапа қылғанын білгенімде, мен өкінген едім. Бірақ енді қуанып атырман. Мен сіздердің қапа болғаныңызға емес, ал бұл қапашылықтың сіздерді тәубеге әкелгеніне қуанып атырман. Бұл қапашылық Құдайдың қалеуі бойынша болғанлықтан, сіздер біздер себеплі ешқандай зиян көрмедіңлер. Себебі Құдайдың қалеуі менен берілген қапашылық адамды тәубеге алып келеді. Һәм адам бұл арқалы құтқарылу алады. Бұндай қапашылық өкіну алып келмейді. Бірақ дүнияның қапашылығы өлімге алып барады. Қараңлар, Құдайдың қалеуі менен болған бұл қапашылық сіздерде қаншелі ынта, өз пәкіліңізді дәлелдеуге қатты ұмтылу, нақақлыққа деген күшлі ғазеп, қаншелі қорқыныш, маған деген соншелі сағыныш, қаншелі талпыну, һәм айыпкер адамды жазалауға күшлі тілек оятты. Сіздер сол істе өздеріңіздің әр тәреплеме пәк екеніңізді көрсеттіңіз. Сіздерге бұннан алдыңғы қатты жазғанымда, нақақлық істеген адам, ямаса нақақлықтан жәбір көрген адам себеплі жазған жоқпан. Ал сіздердің біздерге деген ықласыңыздың Құдай алдында аян болуы үшін жазған едім. Біздер бұлардың әммесі арқалы жұбаныш таптық. Жұбанышымызға қосымша, Титустың қуанышы біздерді оннан да көбірек қуандырды. Өйткені сіздердің әммеңіз оның рухын көтеріпсіз.
Men sizlerді оның алдында мақтаған едім. Сіздер мені ұятқа қалдырмадыңлар. Сіздерге айтқан әрбір сөзіміз хақиқат болғаны сияқлы. Сіздерді Титусқа айтып, мақтаған сөздеріміз де хақиқат болып шықты. Ол әммеңіздің сөзге бойсынатығыныңызды, өзін хүрмет һәм іззетпенен қабыл алғаныңызды еске алып, оның сіздерге деген сүйіспеншілігі және де артып атыр. Солай етіп, мен сіздерге әрбір істе сене алатығыным себеплі қуанаман. Коринфлілерге жазылған 2-ші хат, 8-ші бап. Туысқанлар, біздер сіздерге Құдайдың Македониядағы сенуші жәмәтлерге берген мейірімі хақында білдіргіміз келеді. Олар ауыр қиыншылықтар менен сыналған болса да, қуанышқа толып, жүда камбағал болса да, шексіз сақилық көрсетті. Жағдайлары көтергенше, әтте жағдайларының артық дәрежеде олардың өз қалеуі менен сақилық көрсеткеніне мен өзім гуалық беремен. Олар Яхудиядағы сенушілерге берілетұғын жәрдемге, яғни осы қайырлы іске қатынасуды өтініш етіп, біздерге жалбарынған еді. Олар біздер үміт еткенімізден де зият беріп, Құдайдың қалеуі менен өздерін біріншіден иемізге, соңынан біздерге бағышлады. Сондықтан бұрын сіздердің араңызда бұл қайырлы істі баслаған Титустан оны жұмақлауын өтіндік. Сіздер Масихқа деген сенімде, Құдайдың сөзін сөйлеуде, хақиқатты білуде, ынтаменен қызмет етуде, біздерге деген сүйіспеншілікте, ұлыма әмме нәрседе үстінсіз. Сол сияқлы бұл қайырлы істе де сіздердің үстін болуыңызды қалейміз. Бұны бұйрық ретінде айтып атырған жоқпан. Ал басқа жәмәтлердің ынтасы хақында айтып, сіздердің сүйіспеншілігіңіздің хақиқилығын сынап көріп атырман. Себебі сіздер иеміз Иса Масихтың мейірімін білесіздер. Ол өзі бай бола тұра, сіздер үшін бұл дүнияда жарлы болды. Оның жарлылығы менен сіздер рухи байлыққа ие болдыңыз. Бұл бойынша мен сіздерге бір пайдалы кеңес беремен. Сіздер өткен жылы өз қалеуіңізбенен жәрдем ақшаны жинауды бірінші болып баслаған едіңлер. Енді сол істі ақырына дейін жеткізгеніңіз мақұл. Солай етіп, баста қандай ынтаменен баслаған болсаңыз, сондай ынтаменен жұмақлауға қолларыңыздан келгенше тырысуыңыз тиіс. Егер сіздер өздеріңізде бар нәрсені ынтаменен берсеңіз, Құдай оны ырзашылықпенен қабыл етеді. Бірақ ол сіздерде жоқ нәрсені талап етпейді. Басқалардың аухалын жеңілету үшін сіздерге ауырмалық салу керек демекші емеспен, ал теңлік болуы керек демекшімен. Әзіргі сіздердегі молшылық олардың жетпей тұрған нәрсесін толықтырады, ал соңынан олардағы молшылық сіздердегі жетпей тұрған нәрсені толықтырады. Солай етіп теңлік болады. Мұқаддес жазуда: көп жинаған адамның артық нәрсесі, аз жинаған адамның кем нәрсесі болмады деп айтылғандай болады. Менің кеулімдегі сіздерге деген ынтаны Титустың да кеуліне салған Құдайға шүкірлер болсын. Өйткені ол тек біздердің өтінішіміз бойынша емес, ал өзінде сіздерге деген терең ынта болғанлықтан өз қалеуі менен сіздерге баратыр. Оның менен бірге бір туысқанымызды да жіберіп атырмыз. Ол қош хабарды жариялау бойынша барлық сенуші жәмәтлер тарапынан мақтауға еріскен адам. Бұның үстіне бұл туысқанымызды біздер істеп атырған осы қайырлы қызметте жолдас болсын деп сенуші жәмәтлер сайлап қойған еді. Біздер иеміздің даңқы үшін һәм жәрдем беруге ынталы екенімізді көрсетуіміз үшін осы қайырлы қызметті істеп атырмыз. Көп ақшалар менен байланыслы болған бұл қызметімізде біздерді ешкім айыплай алмауы үшін біздер сақлық менен іс тұтып атырмыз.
Себебі біздер тек иеміздің назерінде емес, ал адамлардың назерінде де дұрыс болған нәрсені істеуге тырысып атырмыз. Біздер жаңағы туысқанларымыз бенен бірлікте және бір туысқанымызды да жіберіп атырмыз. Бұл туысқанымызды талай мәртебе һәм әр түрлі жағдайларда сынап, оның ынталы екенін көрдік. Енді оның сіздерге деген сенімі күшейгенліктен ынтасы да артып атыр. Титусқа келсек, ол менің шерігім, һәм сіздер үшін менің бірге минет ететұғын қызметші. Оның қасындағы екі туысқанымыз сенуші жәмәәтлердің уәкілдері һәм Масихқа даңқ келтіретұғын адамлар. Солай етіп, сіздер бұл адамларға деген сүйіспеншілігіңізді дәлелдеңдер. Бұл арқалы оларды жіберген сенуші жәмәәтлерге біздердің сіздер менен мақтанатұғынымыздың дұрыс екенін көрсетіңдер. Коринфлілерге жазылған 2-ші хат. 9-шы бап. Яһудиядағы сенушілерге жіберілетұғын бұл жәрдемге байланысты сіздерге жазудың қажеті жоқ. Өйткені сіздердің жәрдемге таяр екенлігіңізді білемен. Ахая өлкесіндегілер өткен жылдан бері таяр деп, мен Македониядағылар алдында сіздер менен мақтанып жүрмен. Сіздердің ынтаңыз олардың көбісін әрекетке келтірді. Бұл нәрседе сіздер менен мақтанғаным босқа шықпасын деп, һәм өзім айтқанымдай, сіздерді таяр тұрасыз деп, осы туысқанларымызды сіздерге жіберіп атырман. Себебі айырым македониялылар менен бірге сіздерге барып, сіздердің таяр емес екенлігіңізді көрсе, сіздерге қатты сенген біздер ұятқа қаламыз. Сіздер де сөзсіз ұятқа қаласыз. Сондықтан мен осы туысқанларымыздан өзімнен бұрын сіздерге баруды, һәм сіздердің уәде еткен жәрдеміңізді алдын ала таярлап қоюды өтініш еткенім дұрыс деп ойладым. Солай етіп, сіздер беретұғын бұл жәрдем мәжбүри түрде берілген салықтай емес, ал разылық пенен берілген сыйдай болсын. Мынаны ұмытпаңлар, сықмарланып еккен адам аз орады, сақилық пенен еккен адам көп орады. Әр бір адам қиналып ямаса мәжбүри түрде емес, ал кеулінен шыққанын берсін. Өйткені Құдай разы болып берген адамды сүйеді. Және де Құдай сіздерді мол мейірім менен байытуға құдіретлі. Солай етіп, барлық уақытта һәмме нәрсеңіз жетерлі болып, әр қандай жақсы іске бай боласызлар. Сондықтан мұқаддес жазуда былай делінген: Ол өзінікін сақилық пенен тарқатып, жарлыларға берді. Оның хақлығы мәңгіге бар болады. Диханға себу үшін тұқым, жеу үшін нан беретұғын Құдай, сіздердің сақилық пенен еккен егініңіздің зүрәтін мол қылып береді, һәм хақлығыңыздың жемісін арттырады. Ава, Құдай сіздерді әр тәреплеме байытады. Солай етіп, сіздер сақи боласызлар, һәм біздер сіздердің сақилық пенен берген сыйларыңызды апарғанымызда, алған адамлар Құдайға шүкірлік білдіреді. Сіздердің бұл қызметіңіз тек Яһудиядағы сенушілердің мүтәжліктерін толықтырып қоймай, көп адамлардың Құдайға шексіз шүкірлік айтуына себеп болады. Сіздердің бұл қызметіңіз себеплі олар Құдайға алғыслар айтады. Себебі сіздердің бұл қызметіңіз өздеріңіз мойынлаған Масихтың қош хабарына бойсынатұғыныңызды Яһудиядағы мұқаддеслер һәм көп басқа адамлар менен сақилық пенен бөлісіп атырғаныңызды дәлелдейді. Және де Құдайдың сіздерге берген мол мейірімі себеплі Яһудиядағылар сіздерді көруді арман етіп, сіздер үшін дуа етеді. Сөз бенен тәріплеп жеткізу қиын болған Құдайдың сыйы, яғни оның ұлы үшін Құдайға шүкірлер болсын. Коринфлілерге жазылған 2-ші хат. 10-шы бап. Біздер менен бірге болған уақытында жуас, бірақ арамызда болмаған уақытында қатал деп айырымларыңыз сөз қылатұғын мен, Павел, Масихтың мүлайымлігі һәм сабырлылығы менен сіздерден өтінемен. Сіздерге барғанымда
өзімді қатал тұтуға мәжбүр қылмаңлар. Өйткені біздерді бұл дүниядағы адамлар сияқлы, денесінің қалеуі бойынша жасап атыр деп, санайтұғын кейбіреулерге қарсы қатал боламан деген ниетім бар. Біздер дүнияда жасап атырған болсақ та, дүнияның жолы менен ұрыспаймыз. Біздердің ұрысымыздың құраллары дүнияға тиесілі құраллар емес. Ал дұшпанның беккем қорғанларын қирататұғын Құдайдың құдіретіне ие болған құраллар. Сол құраллар менен сандырақ сөзлерді, һәм Құдайды білуге тосқынлық қылатұғын әр қандай менменлікті жоқ қыламыз. Масихқа бойсынбайтұғын әр бір ой пікірді Масихқа тұтқын етіп бойсындырамыз. Сіздер Масихқа толық бойсынғаныңызда, оған бойсынбаған араңыздағы әр бір адамды жазалауға таярмыз. Сіздер тек сыртқы көрініске қарап бақа бересіздер. Егер кім-де-кім өзінің Масихқа тиесілі екеніне сенсе, онда ол біздердің де Масихқа тиесілі екенімізді білсін. Иеміздің біздерге берген билігі менен біраз көбірек мақтансам да, ұялмайман. Бұл билік сіздерді құлату үшін емес, ал тіклеу үшін берілген. Мен қатларым менен сіздерді қорқытып атырғандай болып көрінгім келмейді. Себебі кейбіреулер қатларында ол қатал һәм күшлі, бірақ жүзбе-жүз көріскенімізде әлсіз һәм сөзге де шебер емес дейді екен. Бірақ бұндай адамлар біліп қойсын, сіздерден ұзақта болып, қатларымызда не десек, араңызда болғанымызда да солай іс тұтамыз. Өздерін ақниетлі етіп көрсетіп атырған айырым адамлар менен өздерімізді теңестіргіміз, ямаса салыстырғымыз келмейді. Олар өздерін өз өлшемлері менен бақалайды, һәм өздерін өздері менен ғана салыстырады. Олар қаншелі ақылсыз. Бірақ біздер хәдден тыс дәрежеде мақтанбаймыз. Ал Құдайдың біздер үшін белгілеген жер шекарасы ішіндегі минетіміз бенен мақтанамыз. Біздердің араңызда істелеген минетіміз де осы жер шекарасы ішінде істенді. Сіздер жасайтұғын жер осы жер шекарасы ішінде жайласқанлықтан, біздер сіздерге Масихтың қош хабарын бірінші болып жеткізгенімізде шекарадан тыс шығып кетпедік. Біздер басқалардың минеті менен мақтанып, хәддімізден аспаймыз. Керісінше, сеніміңіздің өсуі менен араңыздағы минетіміздің көлемі кеңейе беруінен үміт етеміз. Солай етіп, біздер қош хабарды сіздерден ұзағырақ жерлерге жариялай аламыз. Өйткені басқаның істеген қызметі менен мақтануды қалемейміз. Мұхаддес жазуда айтылғандай, мақтанатұғын адам иеміз бенен мақтансын. Себебі өзін өзі мақтаған адам емес, ал иеміз мақтаған адам хақиқаттан қадірленуге лайық. Коринфлілерге жазылған 2-ші хат, 11-ші бап. Менің біраз ақылсыз адамдай болып, енді айтатұғын сөздеріме сіздердің шыдауыңызды қалер едім. Ауа, мен сіздерден ұсыны өтініш етемен. Сіздерді Құдайдың қызғанышы менен қызғанаман. Өйткені мен сіздерді бір пәк қыз сияқлы жалғыз күйеуге, яғни Масихқа ұсынып, оған некеледім. Бірақ жыланның Хауа енені хилекерлік пенен алдағанындай, сіздердің ақыл ойларыңыздың да бұзылып, Масихқа деген хақиқи һәм пәк садықлықтан ауып кетуінен қорқаман. Себебі біреу келіп, біздер жариялаған Исаны басқаша қылып жариялағанда, сіздер сенесіздер. Және де өздеріңіз алған мұхаддес рухтан басқа бір рухты һәм өздеріңіз қабыл еткен қош хабардан басқа бір қош хабарды аңсат қабыл етесіздер. Сізлер мәртебелі елшілер деп атайтұғын сол адамлардан мен өзімді ешбір нәрседе кем санамаймын. Мен сөзге шебер болмасам да, білімім жеткілікті. Бұны сіздерге әр қандай жағдайда һәм әр тәріплеме ашық көрсеттік.
Sizlerдің мәртебелі болуыңыз үшін мен өзімді пәс қойып, Құдайдың қош хабарын сіздерге ешейін жарияладым. Менің ұслай іслегенім күнама, сіздерге қызмет ету үшін мен басқа сенуші жәмәәтлерден ақшалай жәрдем алып, оларды тонағандай болдым. Араңызда болған уақытымда мүтәжлігім болса да, ешбіріңізге ауырмалық салмадым. Өйткені Македониядан келген туысқанларымыз мүтәжліклерімнің орнын толтырды. Мен сіздерге ешбір нәрседе ауырмалық салмауға тырыстым. Һәм бұннан былай да тырыса беремен. Өзімдегі Масихтың хақиқаты менен білдіремен. Ахая өлкесіндегі ешбір адам менің ұсым мақтануымды тоқтата алмайды. Мен не себептен ұслай іслеп атырман? Сіздерді сүймегенім себеплі ме? Менің сіздерді сүйетұғынымды Құдай біледі. Өздерін біздерге теңнестірмекші болып мақтанып атырған сол адамларға жол бермеу үшін мен сіздерге ауырмалық салмадым. Һәм солай іслеуді давам ете беремен. Себебі жалған елшілер һәм өтірік жұмысшылар болған бұндай адамлар өздерін Масихтың елшілері қылып көрсетеді. Бірақ бұл таң қаларлық нәрсе емес. Шайтан да өзін нұр періштесі қылып көрсетеді ғой. Сондықтан оның қызметшілерінің өздерін хақиқаттың қызметшілері қылып көрсетуі де таң қаларлық нәрсе емес. Құдай ақырында бұндай адамларға іслеген іслеріне қарай ылайықлы жаза береді. Мен және тәкрарлап айтаман. Ешкім мені ақылсыз деп санамасын. Егер сіздер ақылсыз деп санасаңыз, мені еш болмаса ақылсыз адам сыпатында қабыл етіңдер. Сонда мен де аз-маз мақтанайын. Сөйлеп атырған сөздерімді иеміздің басқаруында айтып атырған жоқпан. Ал өзіне сенетұғын ақылсыз мақтаншақтай болып айтып атырман. Көплер өздері менен дүнияның көз қарасы бойынша мақтанғанлықтан мен де мақтана жақпан. Сіздер өздеріңізді сондай ақыллымыз деп санап тұрып, ақылсызларға жан-жан деп шыдайсызлар. Біреу сіздерді құл қылса да, хақыңызды жесе де, таласа да, өзін сіздерден жоғары тұтып, үстемлік етсе де, ямаса бетіңізге шапалақпенен ұрса да шыдайсызлар. Бірақ сіздердің ойыңыз бойынша хәлсіз болып есапланған біздер бұндай іслерді іслеуге ұяламыз. Дегенменен, біреудің не менен болса да мақтануға батылы барса, менің де мақтануға батылым жетеді. Мен бұны ақылсыз адам сияқлы айтып атырман. Сол жалған елшілер яһудиміз дей ме? Мен де яһудимен. Олар Израиллылармыз дей ме? Мен де Израиллыман. Олар Ибраимның ұрпағымыз дей ме? Мен де Ибраимның ұрпағыман. Олар Масихтың қызметкерлеріміз дей ме? Ақылдан азған адам сияқлы айтып атырман. Мен Масихқа олардан көре көбірек қызмет еттім. Мен оларға қарағанда көбірек минет еттім. Көп мәртебе қамақта болдым. Сансыз рет таяқ жедім. Һәм талай мәртебе өлім менен жүзбе-жүз ұшырастым. Яһудилерден бір кем 40-тан 5 рет қамшы жедім. 3 мәртебе таяқ жедім. 1 мәртебе таспенен ұрды. 3 мәртебе кемеде апатқа ұшырап, 1 күн 1 түн теңізде ығып жүрдім. Көп мәртебе сапарға шыққанымда қауіп астында болдым. Дариялардағы су тасқыны себеплі, қарақшылар себеплі, өз миллетімнің адамлары себеплі, һәм басқа миллет адамлары себеплі, және қалада, шөлде, теңізде, һәм жалған туысқанлар себеплі қауіп қатерге ұшырадым. Ауыр минет етіп, қиыншылық көрдім. Көп түнлерді ұйқысыз өткіздім. Ашлық һәм шөлді басымнан кешірдім. Талай мәртебе ауқатсыз қалып, суықта киімсіз болдым.
Бұлардың хәммесінен тысқары, күн сайын барлық сенуші жәмәтлердің ғам тәшвишлері еңсемді басып, мені ойландырады. Қайсы дәрменсіздерменен мен бірге дәрменсізленбедім. Қайсы азғырылған адам үшін мен күйіп жанбадым. Сіздер мені мақтануға мәжбүр еткеніңіз себеплі. Мен хәлсізлігімді көрсеткен нәрселер менен мақтанаман. Иеміз Исаның әкесі, мәңгіге алғысланатұғын Құдай біледі. Мен өтірік сөйлеп атырған жоқпан. Мен Дамаск қаласында болғанымда, Аретас патшаның қол астындағы бір хәкім қала дәрвазасын қарауылатып, мені қолға алмақшы болды. Бірақ сенуші туысқанларымыз мені себетке салып, қала дивалындағы терезеден түсіріп жіберді. Һәм мен осылай етіп, оның қолынан қашып құтылдым. Коринфлілерге жазылған 2-ші хат, 12-ші бап. Мақтанудың ешқандай пайдасы жоқ болса да, енді мен иеміз көрсеткен көрініслер һәм аянлар хақында айтпақшыман. Мен Масихқа сенетұғын бір адамды таниман. Ол бұннан 14 жыл бұрын 3-ші аспанға көтеріліп әкетілген еді. Ол сол уақытта денеде болды ма? Ямаса денеден шығып рухта болды ма? Мен бұны білмеймін. Құдай біледі. Бұл адам хақында мынаны білемен. Ол жәннетке көтеріліп апарылды. Ол сол жерде айтып жеткізу мүмкін болмаған, һәм адам баласына айтуға рұқсат етілмеген сөздерді естті. Бірақ ол денеде болды ма? Ямаса денеден шығып рухта болды ма? Білмеймін. Бұны Құдай біледі. Мен осындай адам менен мақтанаман. Бірақ өзіме келсем, тек өзімдегі хәлсізліктен басқа еш нәрсе менен мақтанбайман. Мақтануды қалеген жағдайымда да мен ақылсыз болмайман. Өйткені мен хақиқатты айтып атырман. Бірақ ешкім мен туралы хәдден тыс жоғары пікірге ие болмай, мені тек меннен естікендері, ямаса көргендері бойынша бақалауы үшін мен өзімді мақтанудан тыйып атырман. Құдайдың маған берген ажайып аянлары себеплі өзімді жоғары тұтпауым үшін ол денеме бір тікен, яғни мені қинайтұғын шайтанның бір періштесін беріп, мені менмеліктен сақлап келатыр. Бұны менен алып таслауды сорап, иемізге 3 мәртебе жалбарынған едім. Бірақ иеміз маған, саған берген мейірімім жетеді. Себебі менің құдіретім хәлсізлік арқалы толық көрсетіледі, деді. Соллықтан Масихтың құдіреті менде болсын деп, мен хәлсізліклеріме еле де көбірек қуанып, олар менен мақтана беремен. Сол себептен Масих үшін хәлсізліклерге, масқаралануға, мүтәжліклерге, қудалануға һәм қиыншылықларға ұшырағанымда мен қуанышлыман. Өйткені мен қашан хәлсіз болсам, сонда күшлімен. Мен мақтанып, ақылсыз адам болып көріндім. Бірақ мені бұған сіздер мәжбүр еттіңіз ғой. Негізінде мені сіздер мақтауыңыз керек еді. Себебі мен ешкім болмасам да, сіздер мәртебелі елшілер деп атайтұғын сол адамлардан ешқандай кемшілігім жоқ. Менің Құдайдың хақиқи елшісі екенімді дәлелейтұғын көп белгілер, таң қаларлық іслер һәм караматлар сіздердің араңызда күшлі сабырлылық пенен көрсетілді. Сіздерден ақшалай жәрдем сорап, өз ауырмалығымды салмағаным себеплі, басқа сенуші жәмәтлерден сіздерді кем көргендей болдым ба? Егер мені қате іследі деп ойласаңыз, мені кешірің. Мінекей,
мен сіздерге үшінші мәртебе келуге таярман. Бірақ мен сіздерге ауырмалық салмайман. Маған сіздердің мал мүлкіңіз емес, ал сіздердің өздеріңіз керексіз. Өйткені балалар ата-анасы үшін емес, ал ата-ана балалары үшін мал мүлік жинауы тиіс. Сол сияқлы мен де сіздер үшін өзімде бар әмме нәрсені, хәтте өз жанымды да беруге қуанышлы түрде таярман. Мен сіздерді соншелі сүйсем де, сіздердің мені азырақ сүйіңіз дұрыс болмайды. Менің сіздерге ауырмалық салмағанымды сіздер де тастиқлайсызлар. Бірақ кейбір адамлардың айтуы бойынша, мен хейлекер адам болғаным себеплі, сіздерді алдау жолы менен қолға кіргізген құсайман. Дегенменен, өзім сіздерге жіберген адамлардың бірі арқалы болса да, сіздердің есабыңыздан пайдаландым ба? Мен Титустан сіздерге баруды өтініп, оның менен бірге басқа бір туысқанымызды да жіберген едім. Титус сіздердің есабыңыздан пайдаланған ба еді? Әлбетте яқ. Себебі біздер бір рух менен іс әрекет етіп, бір жол менен жүреміз ғо. Біздерді осы уақытқа дейін алдыңызда ақланып киятыр деп ойлап атырсыз ба? Яқ, олай емес. Біздер Масихқа тиесілі адамлар сыпатында Құдай алдында сөйлеп тұрмыз. Сүйіклі туысқанларым, біздер не істейтұғын болсақ та, әрбір нәрсені сіздердің рухи беккемленуіңіз үшін істейміз. Өйткені, мен сіздерге барған уақытымда, сіздерді өзім қалегендей емес ауқалда көремен бе деп, һәм сіздер де мені өздеріңіз күтпеген ауқалда көресіз бе деп қауетірдемен. Сіздерге барғанымда араңызда жәнжел, күншілік, ғазеп, дау, жала, өсек, менменлік, һәм тәртіпсізлік бар екенін көруден қорқаман. Тағы да, сіздерге және барғанымда, Құдайдың мені сіздер себеплі ұялтуынан, бұрын күнә істеп, өздерінің харамылығы, бұзықшылығы һәм жуенсізлігі үшін тәубе етпеген көп адамлар үшін көз жасымды төгуден қорқаман. Коринфлілерге жазылған 2 хат, 13 бап. Мен сіздерге 3 мәртебе бара жақпан. Мұхаддес жазуда айтылғандай, әр бір іс 2 ямаса 3 адамның гуалығы тикарында қаралады. Бұннан алдын араңызда 2 мәртебе болғанымда ескерткен едім. Енді әзір сіздерден ұзақта болғанымда да тәкрарлап ескертіп атырман. Мен сіздерге және барғанымда бұрын күнә істегендердің де, басқа әмме адамлардың да ешбірін аямайман. Себебі сіздер Масихтың мен арқалы сөйлейтұғынына дәлел іздейсіздер. Масих сіздерге деген іс әрекетінде әлсіз емес. Ол сіздердің араңызда өз құдіретін көрсетеді. Ол әлсіз болып, атанақ ағашқа шегеленсе де, әзір Құдайдың құдіреті менен жасап атыр. Масих менен қатынаста болған біздер де әлсіз болсақ та, оның менен бірге Құдайдың құдіреті арқалы сіздердің пайдаңыз үшін жасаймыз. Сенімде тұрған, я тұрмағаныңызды білуіңіз үшін өз-өзіңізді сынап көріңдер. Иса Масихтың ішіңізде екенлігін білмейсіздер ме? Егер білмесеңіз, сынаудан өте алмай жығылған болар едіңіз. Біздердің сынаудан өткенімізді білетұғыныңыздан мен үміт етемен. Еш қандай жамалық істемеуіңізді сорап, біздер Құдайға дуа етеміз. Бұндағы мақсатымыз өздеріміздің сынаудан өткенімізді көрсету емес,
Ал bizler sınavdan өтпеген болып көрінсек те, сіздердің жақсылық іслеуіңізден ібарат. Өйткені біздер хақиқатқа қарсы еш нәрсе іслей алмаймыз. Ал тек хақиқат үшін әрекет етеміз. Өздеріміз хәлсіз, ал сіздер күшлі болсаңыз, біздер қуанамыз. Біздер сіздердің туырланып, жетілісіп баруыңыз үшін да дуа етеміз. Сондықтан сіздерге келген уақытымда иеміздің маған берген билігі менен қаталлық қоллануға мәжбүр болмауым үшін бұл нәрселерді араңызда болмаған уақытымда жазып атырман. Мен бұл билікті сіздерді құлату үшін емес, ал тіклеу үшін алғанман. Құлласы, туысқанларым, қош болыңлар. Жетілісіп барыңлар. Менің айтқанларыма құлақ асыңлар. Бір ой пікірлі болыңлар, һәм татулықта жасаңлар. Сүйіспеншілік һәм тынышлық тикары болған Құдай сіздерменен бірге болады. Бір-біріңізді мұқаддес поса менен сүйіп сәлемлесіңдер. Барлық сенушілер сіздерге сәлем айтып атыр. Иеміз Иса Масихтың мейірімі, Құдайдың сүйіспеншілігі һәм мұқаддес рухтың шереклігі һәммеңізге яр болсын.